Күн баршаңызға тоқыма сыр арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл Нұрпейісқызы. Мен бүгін сіздерге осындай бір ілмектен тоқылатын әдемі узордың тоқылу үлгісін көрсетемін. Бұл узормен кез келген тоқыма бұйымын тоқи берсеңіздер болады. Әсіресе шапка, береткі тоққан кезде тоқсаңыздар, бұл узорымыз өте көлемді болып әдемі көрінетін болады. Тоқылуы қиын емес, мен сіздерге барлығын тоқыма барысында көрсететін боламын. Мен бізімізге 19 ілмек іліп алдым, 2 шеткі ілмекті қосқанда. Енді шеткі ілмек, одан кейін бірден 2 теріс ілмек тоқимыз. Бұл ортадағы симметрия ілмегі. 1 және 2 жіп тоқыманың алдында 2 теріс ілмек тоқыдық. Енді бір оң ілмек тоқимыз. Узор осы оң ілмектен тоқылады. Енді 2 теріс ілмек, бір оң ілмек, 2 теріс ілмек, бір оң ілмек, 2 теріс ілмек, өстіп аяғына дейін қайталаймыз. 2 теріс ілмек, бір оң ілмек, 2 теріс ілмек, бір оң ілмек, соңында 2 теріс ілмек және шеткі ілмек. Енді бұл тоқыманың теріс жағы, теріс жағынан ілмектер қалай қарап тұр, солай тоқимыз. 2 оң ілмек, 1 теріс ілмек, 2 оң ілмек, 1 теріс ілмек жіп тоқыманың алдында, 2 оң ілмек, 1 теріс ілмек, 2 оң ілмек, 1 теріс ілмек, 2 оң ілмек, 1 теріс ілмек, 2 оң ілмек және шеткі ілмек. Осылай тоқып алдық. Енді бұл жағынан узорды тоқимыз. Бірінші ілмек, одан симметрияның 2 теріс ілмегін тоқи береміз. Мына бір ілмектен узор тоқылады. Астындағы, алдыңғы тоқылып кеткен осы протяжканы тартамыздағы, сол жақтағы бізге іліп, оны осылай оң тоқимыз. Және негізгі оң ілмегімізді тоқымай іліп аламыз. 2 теріс ілмек, астыңғы протяжка, бір ілмекті іліп аламыз да, оны икстамай осылай тоқимыз. Және бұл ілмекті тоқымай іліп аламыз. 2 теріс ілмек, протяжкадан ілмекті сол жақтағы бізге өткізіп, бір ілмекті тоқып алып, негізгі ілмекті тоқымаймыз. 2 теріс ілмек, протяжка, бір ілмекті тоқып алдық, негізгі ілмекті тоқымай алдық. 2 теріс ілмек, бұл қазіргі тоқылып атқан теріс жағынан тоқылған ілмек, енді осының астындағы, астынан аламыз. Астынан протяжканы көтереміз де, оны осылай тоқитын болсақ, бұл иксталып қалады. Сол үшін сырт жағынан алып тоқимыз. Осылай сырт жағынан алып тоққанда узор болып осылай әдемі тоқылады. Бұл ілмекті тоқымаймыз, және соңында 2 теріс ілмек, шеткі ілмек. Енді бұл тоқыманың теріс жағы, теріс жағынан 2 оң ілмек, жаңағы оң ілмегіміз осы 2 ілмек болып тоқылған. Енді осы 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз және теріс тоқимыз. 2 оң ілмек, узор 2 ілмек болып тұр. Осы 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. 2 оң ілмек, узордың 2 ілмегі, 2 ілмектен 1 ілмекті теріс тоқимыз.
2 оң ілмек, узордун 2 ілмегі, 2 ілмектен 1 ілмек, 2 оң ілмек, узордун 2 ілмегін теріс тоқимыз, жіп тоқыманың алдында 2 оң ілмек және четкі ілмек. Енді бұл тоқыманың оң жағынан осылай қайталай береміз. 2 теріс ілмек, оң ілмектің астындағы протяжка. Осы протяжканы осылай көтеріп, 1 ілмек тоқып, бұл ілмекті іліп аламыз. 2 теріс ілмек, астындағы протяжка, көтеріп, 1 ілмекті тоқып, бұл ілмекті іліп аламыз. Протяжка, 1 ілмекті тоқимыз, негізгі ілмекті тоқымаймыз. 2 ілмек, протяжка, тоқимыз және 2 ілмек тоқымаймыз. Протяжкадан 1 ілмек, негізгі ілмек тоқылмайды. 2 теріс ілмек соңында және четкі ілмек. Осылай тоқыдық. Енді тоқыманың теріс жағынан 2 оң ілмек, узордың 2 ілмегін 1 ілмек теріс тоқимыз. 2 оң ілмек, узордың ілмегі теріс, 2 оң ілмек, узордың 2 ілмегінен 1 ілмекті теріс тоқимыз. 2 оң ілмек, 1 теріс ілмек, 2 оң ілмек, узордың 2 ілмегінен 1 ілмекті теріс тоқимыз. 2 оң ілмек және четкі ілмек. Енді осылай тоқитын бұйымымызға қарай өстіп қайталап тоқи береміз. Өте әдемі. Бір ғана оң ілмектен тоқылады. Осы оң ілмек жол болып түсіп отырады және көлемді. Бұл узорды негізі резина орнына қолдансаңыздар да болады. Кардиган кофта тоққан кезде осылай манжет қылып тоқсаңыздар, резина орнына өте әдемі көрінеді. Бұл симметрия ілмегін 3 ілмектен, 2 ілмектен осылай немесе 1 ілмектен солай тоқсаңыздар да болады. Мен сіздерге 2 ілмектен тоқып көрсеттім. Енді мен видеоларым сіздерге пайдалы болып жатса, лайк басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.